Қазақта бір жақсы сөз бар, нар жолында жүріп қалмас, қонақсызға ұқыт қонбас дейді қадірлі ағайын. Ендеше өздеріңіз жақсы білетін, қазаққа танымал бүгінгі Әмірбектер әулеті баршаларыңызға дүбірлі думан жасап, тұғырлы дастархан жайды. Ендеше қадірлі ағайын, баршаларыңызда болса тойға жиналғаннан кейін той құтты болсын, екі жас бақытты болсын деп бір қошемет ұрайық десек. Нақты да түсінікті нақты. Кішкене сценарий солай кішкене нақтырақ келу керек. Не, мына жерде сен түпкі ойын айтайын деп отқаныңға алыстан жеткізіп жатсың да? Кәдімгі нақты қомақ жақсы салмағы бар сөздермен келу керек сразу. Созбақ телеудің қажеті жоқ. Мысалға, біреулер ойлайды, мына жерде көбінесе Шымкенттің стилі, мысалы, тамада деген сайрап тұру керек деген сияқты. Тамада деген ағып тұру деген сияқты. Негізі ондай. Қоясында ше, конечно, ағып тұру керек қой, бірақ орын сөйлеу керек те. Алып қоса жоқ болу керек. Мына жерде, мысалы, той деген тәрбие өрлейді. Мысалы, Мұзафар Айымбай ағамыздың сөзі бар. Үміт Байбайдың ағамыздың той деген тәрбие мектебі дейді.